Иисус Иоаннға көрі көп үренчіктер таап крестеп жат деп фарисейлерге табыш етті. Улысты дезе Иисус бойы емес, үренчіктері крестеген. Иисус бұ керегінде біліп еле, Иудей дерін таштап, ойто Галилей деріне барды. Оғы Самар дерілі өйтіп парар керек болған. Ол Сихар деп Самар қалаға келді. Бұ қала Иаков бойының уылына Иосифке берген жердің жуығында тұрған. Анда Иаковтың құтығы болған. Иисус жолдан арып чылайла құтықтың жанына отыра düşті. Тал дүшкірезі болған. Су сузупаларға бір Самар үй кіші келді. Иисус оғы «Меге içерге су бер», деді. Оның үренчіктері құрсақ сатыпаларға қала барғандар. Самар үй кіші айтты. Иудей бойың менің, Самар үй кішідің ішерге суыны не сұрайдың? Иудейлер самарларла жанашпайтын. Құдайдың бергенін «Меге içерге су бер» деп сеге айтып тұрғаны кем болғанын білген болсаң, оның бойың сұрар едің. Ол сеге түрі су берер еді. Деп Иисус қару жандырды. Өрекөн, Деп үй кіші оға айтты. сузар немең жоқты, құтық тезе терең болғынды. Түрі су сенде қайдан келетін еді? Бізге бұл құтықты берген Иаков адабыстан сен жан болдың ба? Ол бойы, ұлдары да, малы да мұнан ечетін. Бұл судан içкені ойта суызар. Деп Иисус қару жандырды. Теменің берер суымнан içері жажына суыза бас. Берер суым дезе, оның içinde үргілді жүрімге ағар су чығыды бола берер. Өрекөн, Деп үй кіші оға айтты. андай суыдан меге бер? Мен сузабайын, бұғы су аларға жүрбейін. Иисус айтты. Барып өбөгөніңді айдала бұға кел. Менде өбөөн жоқ. Деп үй кіші қару жандырды. Иисус Өбөгөнім жоқ деп айтқаның чын. деді. Сен 5 өбөгөнді болған. Емдігізі сеге өбөгөн емес. Бұ айтқаның чын. Өрекөн, Деп үй кіші айтты. сен жарлықчы болғаныңды көріп тұрым. Біздің адаларыз Құдайға бұл қырдың бажында бажырған. Сілер десе, жаңыз Иерусалимде бажырар керек дейдігір. Иисус айтты. Меге бүт үйгіжі. Адаға бұғырдың бажында да емес, Иерусалимде де емес бажырар өй келіп жат. Сілер неге бажырып тұрғаны қарды білбей жадығар. Біз тезе неге бажырып тұрғанысты білеріз. Ненің үшін дезе арқадаш иудейлердің болыр. Чынла бажырып жүрген ұлыс адаға тынлы, чындықла бажырар өй келіп жат. Кетіп те келді. Ада андай бажыра ашыларды бойына бедірейтіне. Құдай ол тын. Оғы бажырары тынлы, чындықла бажырар ұшырлы. Христос дейтен Мессия келерін білерім. Деп үй кіші айтты. Ол келгежін бізге ончозын айдып берер. Ол мен едім. Бұл сенел ермектешіп тұрған бойым. Деп Иисус қару жандырды. Аны айтқан жерде оның өренчіктері келді. Оны үй кішілі ермектежіп тұры деп қайқадылар. Ке оның сеге не керек, емезе оныла не ермектежіп тұрың деп кемізі де сұрабады.
Үй кіші суырар жырақызын артырып қойылы, қалаға барып, улысқа айтты. Меге ненілі қылынғанымды айтқан кішіні барып көрегер. Христос ол болбосын. Олар қаладан шығып, Иисус жаруландылар. Бұ үйде үйренчіктер оға айттылар. Равви, құрсақти. Де ол айтты. Менде сілер білбейтен құрсақ бар. Құрсақты оға кіжие келіп берді емешпе. Деп үйренчіктер бой-бойына айдышты. Иисус оларға айтты. Менің құрсағым, мені игенің табылы едерілі, оның керегін бүдірері. Емді база 4 ай болзы, аш кезер өй кедер деп сілер айтып жүрген емес бедігер. Кеменің сілерге айтып тұрғаным бұл. Қыраларға көз өр салып көрсөгөр, олардың ағарып, кезер өй кетіп пышқанын. Аш чачқанылы аш кескені, қожа сүйінзін деп, аш кезері қайрал алат, ажын үргілді жүрімге ұрып салат. Бұл ұшыралды, бүрісі чачат, өскөзі кезет деген сөз чын. Мен сілерді бойығар іштебеген қырада аш кезерге епкядым. Анда өскі ұлыс іштеген еді. Сілер дезе олардың ижіне кірдігер. Меге ненілі қылынғанымды айтқан деп керелеген үй кішінің сөзілі ол қаланың көп самарлары Иисусқа бүтті. Оның үшін самарлар оға келелі, оларды артып қалзын деп сұрадылар. Ол анда 2 күн жүрді. Оның айтқан сөзін оғала, оның көп ұлы соға бүтті. Баяғы үй кішіге десе айттылар. Емде сенің сөзіңнен олан бүдіп тұрған емезіз. Біз оны бойы біз ұқтыз. Ол чыплачын бұ телекейдің ұлызын арғадачы Христос деп білдіз. 2 күннің башында Иисус оны ортынан шығала Галилей жар барды. Жарлықчы бойының жерінде күндізі жоқ жүретін деп, ол бойы да керелеп айтқан. Анайдарда ол Галилейге келерде, оны Галилейдің ұлысы жуудып алдылар. Ненің үшіндезе, олар Иерусалимдегі байрамда болып, оның нені едіп жүргенін ончозын көргендір. Оның Иисус суыны арақы еткен Галилейдегі Каанаға ойта келді. Капернаумда Каанның бір жалчызының ұлы оғырып жатқан. Ол Иисустың Иудейден Галилейге келгенін ұғала, оғы келіп, өліп жатқан ұлын барып жассын деп жайнап сұрады. Білділерлі қайқалдар көрбегеншір бүтпезігер. Деп Иисус оға айтты. Қайрақан, ұлым өлгілікті бар. Деп Каанның жалчызы айтты. Иисус Жан, ұлың езен. деді. Ол Иисустың айтқан сөзіне бүделе жаны пиді. Жолай оға қолдары дұштап, ұлың езен дешті. Ұлы қанша саатта оңдолғанын сұрарды, олар Geçe 1. saat düşteydi izibey barған. деділер. Oğlun ezen. Деп Иисустың оға айтқан өйінде анайда бола бергенін ол біліп еді. Бойы да бүтті, айылдағы ұлысы да бүттілер. Иудейдан Галилейге келелі еткен бұл қайқал Иисустың екінші қайқалы болған.